Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasul Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату, құрметті бауырлар. Алла субхана тағала баршамыздың қасиетті мешітке басып келген қадамдар сауаптан жазсын. Әр уақытта осы дүйсенбі және бейсенбі күндері құптар намазының алдында, ақша намазынан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қадір қасиетін насихаттайтын Ашифа бит тарифи хукул Мустафа кітабынан дәрісін жалғастырамыз. Және айтқан болатынбыз, шейх рахималлаху тағала бұл кітапты ерекше жүйелеп, тәртіпке келтіріп, кітабының басында көбінесе Алла тағаланың қасиет Құранда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қадір қасиетін жоғарылатып, ұлықтатып, айтқан аяттар жинап бізге түсіндіріп келеді. Осы уақытқа дейін біз Алла тағаланың қасиет Құранда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мақталған тұстарын айттық. Алла тағала қасиет Құранда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға әрқашанда жұмсақ тіл қатқан жерін баяндағанбыз. Және Алла тағала қасиет Құранда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ант ішіп айтқан жайын баяндағанбыз. Енді бүгінгі өтетін мәселеміз бұл 5-ші бап. Қалайша Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үшін ант ішуі. Мысалы үшін түсінікті болу үшін біз біреуміз айтуымыз мүмкін, Аллахтың антымен ант ішем, осынша бәленше деген ол өтірік айтпайды деп. Біз өйстіп ант ішкен кезде жаңағы бір бауырымыздың немесе ағайынымыздың шыншыл екенін біреуге дәлелдегіміз келеді. Сол кезде ант ішуіміз мүмкін, Аллахтың атымен ант ішейін, менің досым Алмат, жандос, ешқашан өтірік айтпайтын жігіт деп. Немесе мен ананың бәленше атымен Аллахтың атымен ант ішейін, менің досым мысалы үшін Берік деген ешқашан өтірік айтпайды деп біз айтуымыз мүмкін. Не үшін деген кезде, өйткені сол Беріктің немесе әлгі жандостың абыройын ұлықтату үшін. Тура сол сияқты Алла тағала Құранда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның шынайы пайғамбар екенін және Алла тағаланың құзырында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дәрежесі ұлық екенін баяндап, Құранның көптеген жерлерінде ант ішкен болатын. Сол бүгінгі тоқтайтын мәселеміз осы қасиет Құранда Алла тағаланың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дәрежесін ұлықтау үшін ант ішкен жерлерін тоқталатын боламыз. Ол сүре көпшілік мұсылмандардың жатқа білетін және Құрандағы ең қысқа сүрелердің бірі Духа сүресінің аяттары. Алла тағала Құранда аят: "Қол джалла исмуху уад-духа уал-лейли иза сажа". Алла тағала Құранда духа уақытысымен ант ішеді. Духа уақыты енді көпшілімізге намазда жүрген кісілерге белгілі уақыт деп ойлаймын. Ол күн шыққаннан кейінгі уақытта біз мұсылманда тұрып намаз оқимыз. Духа намазы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадистеріне келгендей, адамның 360 буыны бар. Сол әрбір 360 буынына садақа беру керек. Сол 360 буынның садақасын өтем ретінде 2 ракат духа намазы жеткілікті деп пайғамбарымыз айтқан болатын. Сол себепті бізге мұсылмандарға 5 уақыт намазымыздан бөлек қосымша оқитын намазымыз ол духа намазы. Духа намазы ол сол уақыт, әлгі көбісіміздің айт намазы оқитын уақыт, жаңағы құрбан айт намазы немесе оразадан кейін болатын уақытты осы духа уақыты деп атайды. Алла тағала осы духа уақытысымен ант ішеді. Уад духа. Және біз өткен сабағымыз баяндағанбыз, Алла тағаланың Құранда ант ішуі кейбір кезде өз есімімен ант ішеді. Алла тағала Құранда Алла тағала өз атын айтып, 7 жерде ант ішкенін айтқан болатынбыз. Сосын барып Алла тағала жаратылыстармен ант ішетінін баяндағанбыз. Көптеген жерде Алла тағала уад духа уал аср деген сияқты заттармен ант ішеді. Айтқанбыз, егер Алла тағала осы заттармен ант ішетін болса, оның мағынасында духаның раббысы, яғни уақыттың раббысы Алла тағала деп айтылады. Қасында міндетті түрде Алла тағаланы аталып, сосын бар духа деген сөз бар. Негізгі мағынасы духаның раббысы деген сөз бар, бірақ арабтың грамматика ережесіне байланысты роб деген сөз түсіп қалған. Негізінде уқсиму би робби духа, яғни духаны жаратқан Алла тағаламен ант ішем деген мағына бар деген ғалымдарымыз. Тағы бір көзқарас бойынша, егер Алла тағала бір белгілі бір өсімдіктермен, белгілі бір таудың атымен, немесе бір уақыттың бір белгілі бөлімі ант ішетін болса, соның қаншалықты маңызды екенін білдіреді. Және егер мән берсеңіздер, құрметті бауырлар, Алла тағала Құранда өте көп жерлерде уақытпен ант ішеді. Мысалы, баршамыз белгілі фәжр сүресі бар. Уал фәжр, уал лейлин ашр, уал аср. Бұл да уақыт. Духа, бұл да уақыт. Уал лейл, бұл да уақыт. Сол себеп ғалымдарымыз айтады, біздің ислам діні уақытқа өте қатты қараған дейді. Егер Алла тағала бір затпен ант ішетін болса, соның маңыздылығын білдіреді. Ал Алла тағаланың құзырында уақыттың құндылығы өте жоғары. Өте жоғары. Сол себепті имам Ғазалидің айтатын сөзі бар:
адамның бұл өмірдегі ең басты капитал уақыт дейді. Алла тағала берген ең үлкен сый, ең үлкен нығмет, капитал, енді біздің тілмен айтатын болсақ, ол уақыт дейді. Кім Құдайдың берген уақытын тиімді пайдаланатын болса, ол адам бұл дүниеде жетістікке жеткен адам дейді. Ал егер кім деген уақытын тиімді пайдаланбаса, онда ол адам қасіретте болатыны анық дейді. Сол себепті егер Құран аяттарын оқыған кезде мән берсеңіздер, Алла тағала өте көп жерлерде уақытты ерекше атап, соның құндылығын айтады. Енді Алла тағала сол уақыттың құндылығымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям духа уақытысымен аншым. Егер күн бататын кезде дейді. Енді осы аятта Алла тағала аншып жатыр. Қазір 3-ші аят бізге маңызды. Осы аяттың сөз себебіне ғалымдарымыз бірнеше пікір айтады. Соны бірнеше тоқталатын болсақ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бірнеше уақыт уахи түспей кетеді. Пайғамбарымыз уахи түспей кетеді. Сөйтіп, кейбір Мекке мүшриктері пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келіп келемеже бастайды. Және осы сүренің түсуіне қатысты Абу Лахабтың әйелі Умму Джамила деген кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ей Мұхаммед, не болды саған? Сенің шайтаның сені тастап кетті ме?" деп айтады. Және баршамызға белгілі болғандай, Абу Лахаб та және Абу Лахабтың әйелі Умму Джамила да бұл кісілер тозақтық кісілер. Алла тағала Құранда бұл кісілердің көзі тірі кезінде тозақтық болатынын сүйіншілеген еді. Алла тағала Құранда айтқандай, хаммалатал хатоб, яғни Абу Лахаб тозаққа кіретін болса, таббат яда аби лахаби ва таб, яғни Абу Лахабтың тозаққа кіреді, қолы да құриды, және оның қасында әйелі Умму Джамила да кіреді. Алла тағала Құранда баяндаған. Таббат сүресі 5 аяттан сүре тұратын сүре, сол жақта Алла тағала бұл кісілерді жайын баяндап берген. Енді сол Умму Джамила, Абу Лахабтың әйелі, бұл кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сондай бір ішінде дерті бар, сонша пайғамбарымыз саллаллаху деген зиянды көп тигізетін әйел болған. Бір адамның басына кірмейтін, ақылына кірмейтін зиян кеш әрекеттер көп істеген. Мысалы үшін пайғамбарымыз саллаллаху жүретін жерлеріне келіп жаңағындай тикен тастауы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ауласына келіп қоқыс тастауы, осында әрекеттерді ол кісі көп істеген. Соның бір әрекеті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям біраз уақыт уақыт түспеген кезде келіп: "Ей Мұхаммед, сені шайтаның, яғни Алла тағала деп жатқан жоқ, тіпті шайтаның тастап кетті ме?" деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға тіл тигізеді. Соны шейх бір айтады: "Кана тарака наби саллаллаху алейхи ва саллям қияма лейли узри назала бихи фатакалламат имраатун ва залика би каламин." Тағы бір хабарда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға белгілі бір үзірлер себепті Алла етсе түнгі намаздарын өтей алмай қалады. Яғни түнгі тахажжуд намазын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өтей алмай қалады. Сөйтіп осыны байқаған жаңағы әйел кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тіл тигізіп: "Ей Мұхаммед, не болды саған? Раббың тастап кетті ме? Не үшін түнгі намазды тастап қойдың? Неге ол намаздарын оқымай кеттің? Сенің жаңағы шайтан тастап кетті ме?" деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға тіл тигізеді. Енді неғып айтылмаған, бірақ тағы да білетін маңызды жайттардың бірі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға уахидің түспеуіне қатысты мынандай да бір дерек келеді. Жалпы біздің дініміздің үйреті бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге үйреткен әдептердің бірі, егер қай жерде ит болатын болса және қай жерде мүсін болатын болса, ол жерге періштелер кірмейді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям уахи түсіретін періште ол Жибрил алейхиссалам. Және Жибрил алейхиссаламның өзінің негізгі міндеті Алла тағала мен пайғамбардың арасындағы елші. Сол Жибрил періште пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үнемі уахи түсіріп отырған. Бірақ біраз уақыт Жибрил періште пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям түспей қояды. Осының түспеу себебіне қатысты айтқанымызда кейбір адамдар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла тағала тастап кетті деген сияқты тіл тигізеді. Ал бірақ жаңағыдай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Жибрил періштенің келмеуіне қатысты негізгі себептердің бірі, әлгі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның үйінде бір күшік өліп қалады дейді. Енді күшік ит, ал ит болған жерде періштелер кірмейді. Сөйтіп біраз уақыт жаңағыдай иттің өлгенін пайғамбарымыз білмей жүреді. Кейін ол ит өлгенін білгеннен кейін итті шығарып жібереді. Сөйтіп Жибрил періште қайтадан келе бастайды. Сол себепті бұл сүренің түсінде бірнеше пікір бар. Сөйтіп Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға жұбаныш сөздерін айтады. Ол сөз қандай сөз? Ма ваддаака раббука ва ма қала деген. Жаңа айтқанымыздай, ваддуха уал-лейли иза саджа ма ваддаака раббука ва ма қала. Алла тағала айтады: "Ей Мұхаммед, Раббың сені тастап кеткен жоқ." Ва ма қала деген мағынасы, және Раббың саған ашулы да емес.
Жалпы араб тілінде қола деген сөз мағынасы ашу болатын болса, ренжіс болатын болса, осылай деп айтады. Және алла тағала баяндап жатыр: ей Мұхаммад, Раббың сені тастап кеткен жоқ, және саған ашылуда емес деп. Мысалы үшін сіз бір кісімен араласып жүресіздер, кейіннен барып ол кісіден ешқандай хабар келмей қалады. Сол сізде ой келуі мүмкін: мына кісі неге мен хабарласпай кетті, неге менің халымды сұрамай кетті, мүмкін маған ренжілі шығар, мүмкін мені араласқысы келмейтін шығар, мүмкін енді арамыз қарым қатынас осымен тоқтаған шығар деген ой келуі мүмкін. Тура сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қатты уайымдап жүрген кезде алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүйінші сөз айтады: мә уаддака роббука уа ма қала. Ей Мұхаммед, Раббың сені тастаған жоқ, және саған Раббың ашылуда емес деп. Мағынасы: әй мә таракака уа ма абғадака қила ма ахмалака бағда ан астафака. Және екінші мағынасы: ей Мұхаммед, алла тағала сені таңдаған соң сені тастап кетпейді. Яғни алла тағала әрдайым пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қасында әрқашан қолдап, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға жұбаныш болатын ол сөзсіз Раббымыз алла тағала. Имам Абул Фадл айтады: тадамманат хазики сура мин караматиллахи тааллаху ва танвихи бихи ва таъзимихи яху ситта уджух. Осы сүре арқылы Алла субхан тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қадір қасиетін жоғары қылып, осындай 6 түрлі көріністе бізге берген дейді. Енді қазір ғалымдарымыз осы Духа сүресі арқылы қалайша алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды дәрежесін жоғарылап 6 түрлі көріністе көрсетті дейді. Ең бірінші көрінісі, құрметті бауырлар, ол әл-әувал әл-қасама лаху амма ахбараху бихи мин халихи би қаулихи. Алла тағала ең бірінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шынайы елші екенін білдіру үшін ант бастайды. Уад-духа ва лейли иза сажа. Және өткен дәрісімізде біз көп тоқталған болатынбыз, ант не үшін керек, неге біреумен алла тағала қасам ішіп айтады, өйткені ол істің маңыздығын білдіру үшін. Адамдар көп айтқан едік қой дәрісімізде, біреу сізге сенбей тұрған болса, немесе сіздің айтылған сөздің маңыздығын білдіру үшін сіз ерекшелеп ант ішіп айтасыз. Аллахи, Аллахтың атымен ант ішейін, осылай болды. Немесе Аллахи, ант ішейін, қиямет ақиқат. Немесе Аллахтың атымен ант ішейін, пайғамбар ақиқат деп айтасыз. Не үшін дейтін болса, сіздің сөздің маңызын білдіру үшін. Сол сияқты алла тағала ант ішіп жатыр, шын мәнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ұлық екенін баяндау үшін. Ал енді егер алла тағала бір сөз баяндау үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды құрметін әсібеттеу үшін ант ішетін болса, ол адам дәрежесін көтерудің ең ұлық көрініс дейді. Бұл бірінші алатын нәрсе. Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үшін ант ішкен болады. Екінші алатын пайда әс-сәния баяну маканатихи индаху. Алла тағаланың құзырында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қаншалықты дәрежесін жоғары екенін баяндау үшін айтады. Ва хузватихи ладайхи би қаулихи ма ваддака раббука ва ма қала. Ей Мұхаммед, Раббың сені тастаған жоқ, және Раббың саған ашылуда емес. Бұл да Құран кәрімдегі өте жоғары деңгейде айтылатын сөздердің бірі, және бұндай сөздерді алла тағала пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам басқа пайғамбарларға айтылмаған деп кейбір ғалымдарымыз айтады. Енді үшінші айтылатын нәрсе, бұл да реттілік саны бойынша Духа сүресінен алатын аяттардың бірі, үшінші аят: сәліс қаулуху вәл ахирату хайру лака минал ула. Ей Мұхаммед, шын мәнінде бұл дүниеге қарағанда сен үшін ақырет хайырлақ, сен үшін ақырет жақсырақ деп алла тағала осылайша ант ішеді. Қала ибн Исхақ: әй мәлука фи марджиика индаллахи аъзам амма аътака мин карамати дуния. Айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға: вәл ахирату хайру лака минал ула. Ей Мұхаммед, шын мәнінде ақырет сен үшін хайырлы мына дүниеге қарағанда. Бұл мағынасы: ей Мұхаммед, бұл дүниенің жақсылығына қарағанда ақыреттің таусылмайтын нығметтері сен үшін хайырлы деп айтады. Енді осыған қатысты ибн Исхақ айтады: әй мәлука фи марджиика индаллахи аъзам мимма аътака мин карамати дуния. Бұл саған дүниеде берілген жақсылыққа қарағанда ақыретте алла тағала сені күтіп тұрған жақсылықтар бұдан да көп деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды осылайша алла тағала ары қарай белін буады, қатайтады. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға егер өмірде мән беретін болсақ, алла елшісі әрқашанда ақыреттің қамын жоғары қойған. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дүниеге ешқашан көңіл бөлген емес. Егер алла елшісінің өміріне мән беретін болсақ, осыны көп көреміз. Мысалы үшін
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өміріндегі өте көп табысқа кенелген жағдайлардың бірі ол Хунайн соғысы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қолына, құрмет бауырлар, Хунайн соғысында баршамызға белгілі болғандай 20 мыңға жуық түйе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қолына тиеді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қолына 40 мың қой болады. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қолында 6 мыңға жуық адам құлдыққа келеді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қолына енді есептеудің өзі қиын, 40 мың уқая күміс келеді. Уқая күміс деген сөз, бір күмістің өзі 6-7 грамм ақша, сөйтіп 40 мың уқая келеді. Енді есептеп көрсеңіздер болады, күмістің примерно қанша шығатыны. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осынша көлем дүние келеді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қолына түскен дүниені ешқайсысын алып қалмай, сол жерде үлестіре бастайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мына кісіге болса осынша береді, мына кісіге осынша береді, біреу сұрайтын болса осынша береді. Сөйтіп адамдар тіпті мына Мұхаммедтің есі ауысып қалған ба деген сияқты сөздер айта бастайды. Өйткені есі дұрыс адам үйтіп дүние беру мүмкін емес. Егер осында отырған адам әрқайсымызға егер сондай дүние беретін болса, біз адамдар бере алмайтын едік. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сондай дүние берген кезде Алла елшісі былай да береді, былай да береді. Тіпті пайғамбарымыздың дүние үлестіріп жатқан кезде адамдар жабысып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шапанын тартып, Алла елшісі қыңқылып қалатын жағдайға тиіскен. Маған да бер деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның тартқан дүниесіне қатты таласады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам болса оған елемейді, дүниелердің бәрін осы тарта бастайды. Бірақ осы жерде пайғамбардың дүниесін үлестіріп жатқан кезде сахабаның арасында бір бүлік шығады. Кейбір ансарлық сахабалар, Мәдинаға келген сахабалар былай деп бастайды: Мұхаммед өзінің несіне келіп, Меккеге келіп, өзінің ата жұртынан келгеннен кейін бізді ұмытып, бүкіл дүниесінің бәрін меккеліктерге бере бастады, өзінің ағайындарын үлестіре бастады, бізді елемеді деп осындай сөз айта бастайды. Осындай сөз тараған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әлгі ансарлық сахабаларды кіргізіп алады да жеке олармен сөйлеседі. Сендерде осындай әңгіме шығып жатыр ғой дейді. Сол кезде сахабалар: Аллахтың елшісі, осындай әңгіме болып жатыр. Сіз өзіңіздің Меккеге келгеннен кейін ансарлықтарға бірде-бір дүние бермей, түскен дүниенің бәрін жаңадан исламды қабылдаған меккеліктерге беріп жатсыз, бізге мүлдем дүние бермедіңіз деген сияқты сөз айта бастайды. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан атақты сөзі бар: сендер қаламайсыңдар ма дейді, адамдардың бәрі осы жерден түйемен, біреу қоймен, біреу күміспен, біреумен алтынмен қайтып жатқан кезде сендер ансарлықтар осы жерден Аллахты және оны Аллахтың елшісін алып қайтуды қаламайсыңдар ма деп пайғамбарымыз тіл қатады. Ансарлықтар сол жерде үстеріне су құйғанда естен бірден жинайды: Аллахтың елшісі, әрине біз сізді және Аллахты алып қайтуды қалаймыз деп айтады. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бүкіл дүниені сол жерде үлестіріп, қайтадан Мәдинаға айтқан кезде дүниесіз қайтады. Ал және шариғат бойынша білесіздер, егер кез келген жерде соғыста дүние түсетін болса, сол кез келген соғыстың үлестің 5-тен 1 ол пайғамбарға тиесілі. Алла тағала Құранда Әнфәл сүресінде баяндайды: кез келген соғыста түскен үлестің 5-тен 1 ол пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға тиесілі. Енді ойлап көрсеңіздер болады, пайғамбарымыз 20 мың түйе түсетін болса, 5-тен 1 қанша болады? 40 мың қой болса, соның 5-тен 1 қанша болады? Осылайша негізі пайғамбарымыз саллаллаху тиесілі болған дүниені Алла елшісі өзінің бәрін сарп етеді. Бұл да, құрмет бауырлар, аяттың ақиқаты. Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху баяндайды: ей Мұхаммед, бұл дүниеге қарағанда саған ақырет қайырлы деп. Және пайғамбарымыз саллаллаху дүниені емес ақыретті көп жағдайда таңдайтын болған. Және бұған да басқа аяттар көп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға да соңғы жан тапсыратын сәтте де ұсынылған кезде: ей Мұхаммед, сен дүниенің қысылды жасылын қалайсың ба, әлде ақырет таңдайсың ба деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ақырет таңдап, осылайша Алла иесі әрқашанда ақыретті өзінен жоғары қойған болатын. Және пайғамбарымыз саллаллаху ешқашанда дүниелік мәселеде қатты уайымға түскен емес. Сол себепті Алла тағала баяндайды: "Уал ахирату хайру лака минал ула", Мұхаммед, шын мәнінде саған дүниеге қарағанда ақырет қайырлы деген аятты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жүрегін тұтып, әрқашанда сол аят бойынша өмірін нұрландырған болатын. Жақсы, сонда құрмет бауырлар, біз баяндағымыз қазір Духа сүресінің алғашқы 3 аятын айттық. Ва духа ва лейли иза саджа. Алла тағала духа уақытымен айтып жатыр. Ма ваддаху раббука ва ма қала. Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху тастаған да жоқ, және Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху ренжілуде емес.
Ей Мұхаммед, сен үшін бұл дүниеге қарағанда ақырет қайырлылық. Және біз айтқанбыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әрқашанда дүниеге қарағанда ақыретті артық көрген. Бұған қатысты енді көптеген риуаяттар, жаңа біреуін айтқан болатынбыз. Сонымен қатар Омар радиаллаху анху белгілі оқиғасы бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам барған кезде Алла елшісі ұйқысынан тұрып жатады, және пайғамбарымыз ұйқысынан тұрған кезде әлгі жерде тұратын қатты шиден істелген көрпеше емес, жаңа арабша хасыр деп атайды, текемет сияқты дүниенің соның ізі пайғамбардың жүзіне қалып қалады. Сол кезде Омардың айтқан сөзі ғой, Аллахтың елшісі, патшалар болатын болса, жаңағы сізден төмен болған кісілердің өздері осындай осы нығметке бөленіп жүр, сіз неге өйтпейсіз дегенде пайғамбар айтқан сөзі, мен дүниені қаламай ақыретті қалаймын деген. Бұл деген сөз айтты ғой, құрметті бауырлар, көп адамдарда қате пікір бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қарапайым киінуі бұл пайғамбары дүниесі жоқ деген сөз емес. Жаңа айтқанымызда пайғамбарымыз асын дүниесі өте көп болған, бірақ Алла елшісі дүниесін қолында ұстап дін мақсатында өте көп жұмсаған. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл үйреншікті дүние еді. Сол себепті пайғамбарымыз кедей деп айту кішкене қате болады дейді ғалымдарымыз. Дұрысы, пайғамбардың дүние көп болған, бірақ Алла елшісі дүниені жүрегінде емес қолында ұстаған, және өзінің таңдауымен Алла елшісі әрқашанда қарапайым форманы ұстаған еді. Келесі, قال سهل ما ذكرت لك من شفاعتي ومقام المحمود خير لك ممن أعطيتك من الدنيا. Енді айтып жатыр, ғалымдарымыз айтады, ей Мұхаммед, саған ақырет жақсырақ дүниеге қарағанда мақсат қандай деген кезде, құрметті бауырлар, бұл дүниеде Алла тағала пайғамбарымыз салсан пайғамбарлық берді. Бұл дүниеде пайғамбарымыз пайғамбар. Бірақ Алла тағаланың ақыретте беретіні де бұдан артығырақ деп жатыр. Енді пайғамбарымыз ақырет не береді десек, айтамыз, шафағат береді. Жайтығы саған берген нәрсе, ақыретте беретін нәрсе шафағат беруі, және Алла тағала пайғамбарымыз саламға мақамул махмуд береді. Мақамул махмуд дегеніміз мақталу жер деген сөз. Жаңа егер байқасаңыз, азанайын дұға айттық қой, Аллахумма рабба хазиги дауғати тәмма уассаратал қойма әти Мұхаммад уасират фадила о басқа мақамул махмуд әнелезе уақытын біз дұғаны айтамыз. Ол дұға жай сөз емес, негізі пайғамбарымыз айтқан сөзі бар. Әрбір азаннан кейін маған салауат айтыңдар, және Аллах тағала мен үшін мақом сұраңдар деген. Мақом деген сөз, құрметті бауырлар, ертең қиямет қайым барған кезде Алла тағаланың құзырында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи шафағат етеді. Сол шафағат ететін жерді мақомул махмуд деп атады. Және пайғамбарымыз хадистен келгенде, ертең қиямет қайымда пайғамбарымыз Алла тағала сонша мақтау айтады, жер бетінде ешкім мақтау айтпағандай мақтау айтады. Сөйтіп Алла тағала пайғамбарымыз ей Мұхаммед, басын көтер және сұра деп айтады. Басын көтер және сұра деп айтады. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, құрметті бауырлар, осында отырған біздің баршамызға шапағат етіп, осында отырған баршамыздың жәннатқа кіруімізде пайғамбарымыз салсам себепкер болады. Сол себепті әрбір азаннан кейін сұрайтын дұғамыз осы нәрсені қамтиды. Сол айтатын ақырет саған қайырлы деген мағынасында ғалымдарымыз, сол ақырет деген нәрсе пайғамбар шафағат етуі, және Алла тағала мақамул махмуд деп мақтаулы мекенді беруі, міне осы саған қайырлы деген мағынаны білдіреді дейді. Ары қарай төртінші нәрсе, пайғамбардың берген нәрсе. Ей Мұхаммед, Алла тағала саған болашақта береді дейді. Және сен соған разы боласың дейді. Ей Мұхаммед, Алла тағала саған болашақта береді, және сен Алла тағала берген затына сен разы боласың дейді. Не нәрсе береді деген сұрақ болса, хазики аятун жамиан ли уджухил караму ва ануар сағада. Бұның мағынасы, құрметті бауырлар, Алла субхана тағала пайғамбарымыз салсан береді деген нәрсе, Алла елшісінің қазіргі сол Меккеге аят қоны, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам басынан сөйлеген қиыншылықтардың бәрі уақытша болады. Алла тағала кейіннен болашақта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға өте үлкен нығметтер беретін болады дейді. Жаңа білесіздер, пайғамбарымыз салса Меккелік кезеңде қаншама зиян көрді, мүште тарапынан пайғамбарымыз қысым көрді, бірақ пайғамбарымыз Мадинаға барды, пайғамбарымыз Бәдір соғысын жеңді, басқа соғыстар жеңді. Сөйтіп пайғамбарымыз уақыт өте келе күшіне ене бастады. Сөйтіп арабтың тайпаларының бәрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан қорқып, өз еріктерімен келіп Алла елшісінің исламын қабылдаған баршамызға белгілі. Сол Алла тағала айтқан сөзі, ей Мұхаммед, сен шыда, Раббың саған береді. Бұл дүниеде де пайғамбарымыз салсам берді, Алла тағаланың діні жетті бүкіл араб тайпасына, және болашақта да Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға береді дейді. Енді ғалымдар айтады, пайғамбарымыз салсын не нәрсеге риза болады.
жалпы аятта мағынасы болашақта Мұхаммед саған беріледі және сен разы боласың деп айтылды ғой. Не нәрсе разы болады десе, мынандай сөз бар екен, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи отбасының өкілдері былай деп айтқан екен. أنه قال ليس آية في القرآن أرجى منها ولا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل أحد من أمتك النار. Мынандай сөз бар екен, құрметті барлар. Мына сөзді оқыған кезде өзім шынымен де қаншалықты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи біз үшін уайымдағанда қатты андай, пайғамбар бізге үшін уайымдағанда бізде онда уайым бар ма деп ойланып қаласың да. Осы аяттың мағынасы, ей Мұхаммед, саған беріледі, сен риза болсын деп айтты ғой. Сөз айтады екен да, пайғамбарымыз саллаллаху сөзі ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үмметінен бір адам тозаққа кіретін болса, соған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам разы болмайды екен. Аяттың несін түсінесіздер ме? Сабағы қаншалық екен? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, құрметті бауырлар, егер үмметінен бір адам тозаққа кіретін болса, соған пайғамбарымыз разы болмайды дейді. Яғни пайғамбар разы болады дейді Алла тағала Құранда. Разы болу үшін үмметінің бәрі, құрметті бауырлар, жаннатқа кіру үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соны әрекет істейді екен. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан сөз бар, әрбір пайғамбар жер бетінен келген өзінің дұғасын етіп қойған дейді. Аллахтан сұрап, мынау болсын деп. Біз көп дәрісте келтіреміз. Мысалы үшін Нұх пайғамбар өз қауымын 950 жыл дінге шақырып, қауымның үмітін үзген кезде жасаған дұғасы бар. Аллахумма ла тажал мин кафирин дайяр, Аллахым жер бетінде кәпір қауымын қалдырмашы деп. Сол Нұх пайғамбардың дұғасы қабыл болып, білесіздер, осындай жаңбыр жауып, топан су болып, бүкіл халқын судың астында қалған еді. Нұх пайғамбар өз қауымына қарсы дұға жасаған. Бірақ пайғамбарымыз айтады, әрбір пайғамбар көзі тірісі кезде дұғасын жасап қойған, мен болса дұғамды ақыретке алып қалдым дейді. Ол қандай дұға деген кезде, пайғамбарымыз салсын, құрметті бауырлар, үмметінің бәрі жаннатқа кіру үшін сол кезде пайғамбарымыз салсын дұға еткен. Сол себеп пайғамбар разы қылатын нәрсе, құрметті бауырлар, ол үмметінің ешқайсы тозаққа кірмеу екен. Ары қарай 5-ші айтады. ما عده تعالى عليك من نعمك وقرر من آلائك بقبله من في باقية الصور من هدايته إلى ما هداه له وهداية الناس به على اختلاف التفاسير وما مال له فأغناه الله بما آتاه. Егер аяттың арғы жалғасына мән беретін болсақ, құрметті бауырлар, Алла тағала айтады, ей Мұхаммед, сен адасуда жүретін, біз сені тура жол салдық деп айтады. Осы жерде бір тоқталып кететін нәрсе бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи адасып жүр деген мағынасы, құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ешқашан пұтқа табынған емес. Пайғамбарымыз сол нәрсе ада. Және біздің сеніміміз бойынша, ақида бойынша пайғамбарлардың ешқайсысы күпірлікте жүріп, сосын барып тура жолға келетін әңгіме жоқ. Пайғамбарлармен Алла тағала тура жолда жүреді. Енді пайғамбарым адасқан деген мағынасы қандай мағынада айтатын болса, құрметті бауырлар, мағынасы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бірнеше рет сапарға шыққан, баршама белгілі болғандай, жас кезінде де. Сол жас кезде сапарға шыққан кезде пайғамбарымыз адасқан дейді. Бір риуаяттарда пайғамбарымыз мал бағып жүріп адасқан, бір риуаяттарда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи көкесімен бірге сауда саттыққа шыққан кезде сол жерде адасқан дейді. Жол таба алмай қалады. Сөйтіп Алла тағала пайғамбарымызға жәрдем беріп, сол адасқан жерінен тура жолға салған. Осы мағынада адасу. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бұрынғы кезде пұтқа табынып жүріп, кейін барып тура жолға түсіп, Аллаға табын деп мағынада емес, бәлки кәдімгідей жаңа мал баққан адам немесе орманда адасқан адам сияқты пайғамбарымыз осылай адасқан болатын. Келесі Алла тағаланың берген нығметі пайғамбар саллаллаху ей Мұхаммед, сені кедей күйіне тауып, біз байытпадық па деп айтады. Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, білесіздер, дүниенің ағылды тесік есіктері ашылып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи дүниесі өте көп болған, жаңа мен сіздерге баяндағандай. Кейіннен Алла тағала баяндағандай, сені жетім күйінде тауып, Алла тағала сені панасына алмады деп айтады. Алмады емес пе деп айтады. Яғни шынымен де білесіз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи әкесінен айырылған, анасы құрсанында болған, кейін анасынан айырылады. Кейіннен барып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам атасы Абу Мутталибтің қолында болады, сосын барып көкесінің қолында болады. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жетімдіктің барлық кезеңін көреді. Және ғалымдар айтады, бұл өте маңызды нәрсе болған. Не үшін дейтін болса, біріншіден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға қатысты әрбір қоғамның өкілін бөлек-бөлек сезіну үшін. Және білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жетімдерге өте қатты көңіл бөлген, және хадисте келгендей, жаннатта жетіммен басын сипаған адаммен мен осындай боламын деген пайғамбар саллаллаху алейхи. Мынау Алла елшісі болатын болса, құрметті бауырлар, мынау жетімнің басын сипаған адам. Пайғамбар саллаллаху алейхи көрсетіп тұрып осылай айтқан болатын. Сол себепті егер мүмкіндік болатын болса, жетімге қарайласаңыздар, құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сипаттағандай, сүйіншілегенде иншалла осылайша боласыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жетімдердің қатты күйін білген, сол себепті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жетімдерге қатты көңіл бөлуге шақырған, және өзі өз кезеңнің бәрін өткен болатын. Сол себепті аят айтқандай, Алла тағала пайғамбарымыз жетім күйіне тауып, өзінің қамқорына алған болатын. Осылайша Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өте көп нығметтер берген, құрметті бауырлар. Сол ең үлкен нығметі
бүкіл нығмет жауып кететін нығмет ол сөзсіз алла елшісіне пайғамбарымыз салсам пайғамбарлық деген үлкен абыройлық нығметті берген болатын. Ең соңғы айтатын нәрсе, алтыншы берген нығметі амруху би изхар ниамихи алейхи ва шукру ма шаррафаху бихи бинашрихи ва шадихи зикрихи би қаулихи амма би ниамат роббика фахаддис. Ең соңғы алла тағала пайғамбарымызға айтады: ей Мұхаммед дейді, егер алла тағала сен осындайша үлкен нығметтерге бөлген болса, жетім күйінде туып сенің қамқорын алған болса, кедей күйінде тауып сен байытқан болса, адасқан күйде тауып сен тура жол көрсеткен болатын болса, осы алла тағаланың берген нығметтері жайлы сені халыққа айт деп жатыр. Яғни бұл деген сөз, құрметті бауырлар, сіздерге бастарыңызға нығмет келетін болса, кей кезде адам баласы өзінің еңбегін көп айтады. Мен жатпадым, еңбек еттім, мен бүйттім, мен сөйттім деген сияқты көп айтамыз. Бірақ негізгі бауырлар, біз ұмытпайтын нәрсе бар. Егер алла тағала сізге тауфиқ бермесе, алла тағала сізге сол сәттер бітеп қоймайтын болса, ешқайсымыз ешқандай нығметке ие болмайтын едік. Мысалы, бір кісі кәсіп істеп, сол кәсіп арқылы жақсы бір жағдай көтерілген болса, айтуы мүмкін: мен түнімен ұйықтаған жоқ, мен бүйттім, сөйттім деп. Бірақ біз мұсылман ретінде білуіміз керек, сізге келіп жатқан нығметтің бәрін, құрметті бауырлар, алла тағаланың сізге тауфиқымен, алла тағаланың сізге берген жәрдемімен. Сол себепті нығмет келген кезде ең бірінші алла тағалаға шүкірлік етуді ұмытпаңыздар. Және сол нығметтің алла тағаланың бізге бергендің әрқашанда халыққа айтып жеткізу керек. Аллахым, осы нығметіңе сен шүкірлік етемін деп. Өйткені алла тағала пайғамбарға бұйырған еді: әмма би ниамати роббика фахаддис, ей Мұхаммед, Раббыңның саған берген нығмет жайлы халыққа айт деген, адамдар жеткіз деген. Сол себепті, құрметті бауырлар, Духа сүресінде мән берсеңіздер, алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға берген 6 түрлі игілігімен жақсылығын баяндаған болатын. Сол себепті бұл сүрені оқыған кезде енді біліп жүріңіздер, бұл аяттардың бәрі пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам қатысты екенін. Алла тағала баршамызға Раббымыздың берген нығметтерін шүкірлік етіп, және соны арттыруды баршамызға нәсіп етсін. Ахир дауана алхамдулиллахи раббил алемин.